Сәлем достар, бүгін сіздермен Казак Бос. Бүгін сіздерге қалай интернетте ештеңе жасамай ақша табуға болады, сол жайлы айтатын боламыз. Ол үшін сіздерге мына сайтқа кіру керек, регистрация жасау керек. Регистрация өте оңай және ұмытып кетпеңіздер, қай телефон немесе қай компьютермен тіркелсеңіздер, яғни одан шығып кетпеңіздер, қайттан кіру қиындық туғызуы мүмкін. Және email міндетті түрде сақтап алыңыздар. Сіздер ол үшін мынандай жинауларыңыз керек. BMC дейді, яғни биткоин сияқты жаңа криптовалюта. Бұл браузер майни сатоши деп аталады. Бір BMC қазір көрсетемін сіздерге қанша доллар тұратын. 311,1 доллар тұрады екен. Ең бастысы бұны кез келген нәрсеге шығарып алуға болады. Яғни биткоинда көптеген қиындықтар туғызады, білесіздер, ал бұда бірден шығарып ала аласыздар. Және осы сайттың ссылкасы төменде болады. Міндетті түрде сол арқылы тіркелсеңіздер, сіздерге жылдамдықтарыңыз артады. Мен жылдамдықты көбейтуге болады. Негізінен қиындық туғызуы мүмкін. Бұл яғни компьютеріңіз қатып қалып жатуы мүмкін. Яғни компьютермен кіріп отқанда скоростын көбейтсеңіз. Егер сіз мысалы басқа телефонмен кіріп, басқа компьютермен тапқыңыз келсе, ол үшін үстіне заработать дегенді басып, lichminer.co дегенді бассаңыздар, ақша жинай бересіздер. Яғни мен көрсетемін. miner.co дегенге кірдім. Кешіресіздер, интернет өшіп қалды. Қазір мен қайттан қосам, сол кезде сізге көрсететін боламын. Мінекей осындай болып ашылады. Мына жерге emailіңізді жазасыздар, сосын войти дегенді бассаңыздар, мына жерде счетчик айнала бастайды. Солай басқа компьютерден ақша таба бересіздер. Мынайда скоростын көбейтіп төмендетулеріңізге болады. Егер де тағы бассаңыздар, сіздер оған паролін жазу қажет болады. Сол парольмен сіздер қанша BMC жинағандарыңызды біле аласыздар. Бір жағынан ыңғайлы және көптеген уақыт кете бермейді. Тек компьютерге қосып қойып жүре берсеңіз болады, жұмыстарға шығып кетіп. Егер қатты тапқыларыңыз келсе, скоростын қызылға апарып және компьютеріңіздің процессорын, видеокартасын мықты болса, сіз өте жылдам табатын боласыздар. Және оны кез келген кошелектарға ақша ретінде шығарып алуға болады. Тіпті банк карталарына да шығарып ала аласыздар. Сіздермен болған Казак Бос. Каналға жазылыңыздар, лайк міндетті түрде басып кетіңіздер, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, лайкты басыңыздар. Сонымен сау болыңыздар.